Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз алдыңғы видеодағы гүліміздің шашақтарын тігіп үйренетін боламыз. Міне гүлімізді жақсылап тігіп алдық. Енді жібімізді қайта сабақтап, гүліміздің соңғы шетіне қайта орап, мықтап жібімізді бекітіп аламыз. Енді 5 бисерді өткізіп аламыз және басына орташа көлемді хрустальмен пайетканы өткізіп, ұзындығы қай жерге келіп тұр, сол жерден жақсылап бекітетін боламыз. Және жаңағы бисер басталған жерден қайта өткізіп, енді бұл жолы дәл осыдан кішкенелеу керек. Сол үшін 4 бисерді және 1 хрустальды, 1 пайетканы қайтадан өткізіп алып, осылайша жанына тігетін боламыз. Енді келесі екінші жағы да дәл солай болады. 4 бисер, 1 хрусталь, 1 пайетканы өткізіп, екінші жағына да дәл солай тігетін боламыз. Бір-біріне шапыстырып тігу қажет. Қиған кезде бір-біріне ажырап кетпеу үшін. Дәл солай міне осындай төгіліп тұрған шашақ шығу үшін мен ортасынан 5 бисерден бастап, жан-жағына 4 бисер, 3 бисер, 2 бисер қылып, осылай 3-1 шығарып алдым. Енді капляны орналастыру үшін ең ұзын тұрған 5 бисер салынған пайетканың тесігінен жібімізді өткізіп аламыз. Дәл осы жерден өткізу маңызды, өйткені вышивкамызды кесіп алған кезде бөлек-бөлек болып қалмау үшін бір-біріне жабысып тұру қажет. Енді 1 жемшік, 1 хрусталь капля, тағы да 1 жемшікті өткізіп, қақ ортасынан туралап, осылай тігіп шығатын боламыз. Осылай тігіп алдық. Енді екіншісін сәл жоғарырақ алып, екінші каплямызды дәл солай 1 жемшік, 1 капля, 1 жемшік қылып өткізіп алып, екінші жанына тігіп алатын боламыз. Міне тігіп алдық. Енді үшіншісіне дәл солай тігіп шығатын боламыз. Сол кезде бізде өте әдемі вышивка шықты. Назарларыңызға рахмет.